Баршаңызға қайырлы күн, достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай керемет бауырдан бауырдың пирогын дайындайтын боламыз. Бұл пирог өте керемет болып шығады. Қазір осы тағамды дайындау барысында қандай күшті тағам болып шығатын көретін боласыздар. Ал кеттік. Енді осы пирогымызды дайындайық. Алдыменен бауырымызды холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін сыртындағы пленкаларын тазалап шығамыз. Холодильникте тұрғаннан кейін бауырдың сыртындағы пленкалары оңай тез алынады. Одан кейін бауырымызды осылай ірі-ірі қып турап шығамыз. Әрі жұқа болу керек. Оны бір кастрюль алып, кішірек кастрюль алып, ішіне салып, суды құйып, біраз қайнатып, бауырымызды пісіріп аламыз. Одан кейін мінекей осы пирогты дайындағанға қажетті заттардың бәрін қойып қойдық. Бауырымызды пісіріп қойып қойдық. Сәбізді суға қайнатып пісіріп қойып қойдым. Сәбізін көбірек қоссаңыздар болады. Мен енді бірақ сәбіз қайнатыппын, кейін ойланып қалдым. Бір үлкен 3 сәбіз қоссаңыз күшті болады. Осылай сәбізді үккіштен өткізіп аламыз мінекей. Одан кейін алдын ала пісіреміз жұмыртқамызды. 1-2 жұмыртқаны пісіріп алып, осылай майда етіп, ұсақтап, осылай турап шығамыз. Барлығын бір ыдысқа жинай береміз. Жаңағы үккіштен өткізілген сәбізді, одан кейін мінекей жұмыртқаны бәрін ұсақтап турап салдым. Енді пісірген бауырымызды осылай майдалап турап шығамыз. Оны да осы ыдысқа саламыз. Одан кейін енді үйдегі барын қосып жатырмын. Кішкене сыр қалған екен, соны да осылай ұсақтап турап, оны да ішіне қостым. Енді сырды молырақ қосқан дұрыс. Мен үйдегі барменен жасап жатырмын. Одан кейін аскөктерімізді дайындаймыз. Мінекей аскөгімізді ұсақтап тураймыз. Ұсақтап турап, бұны да қосамыз. Бұл тағам өте керемет болып шығады. Қараңыздар, қандай әдемі болып жатыр. Кесіп, қосып жатқан заттарымның бәрі. Пиязды да ұсақтап турап қосып жібереміз. Мінекей пиязымызды осылай ұсақтап тураймыз. Витаминге бай, өте керемет пирог болып шығады. Енді ішіне құйғанға салмасын дайындаймыз. 3 жұмыртқаға 1 стакандай сүт қосамыз, кішкене тұз саламыз. Сөйтіп осылай жақсылап қозғаймыз. Кішкене қаймақ қосамыз, 2 қасықтай. Барлығын осылай жақсылап араластырамыз. Кішкене қара бұрыш қостым. Ұсақталған чеснок, тұз, мінекей бәрін қосып жатырмыз. Осы қажетті заттардың барлығын описание бөліміне жазып қалдырып қоямын. Сол жерден қарап, көріп алсаңыздар болады. Кішкене мінекей сары майды да үккіштен өткізіп араластырамыз. Мінекей сары майымды үккіштен өткіздім. Мына арнайы табамызды май жағып дайындап қойғаннан кейін жаңағы дайындап тураған азықтарымыздың барлығын осылай мінекей жақсылап араластырып аламыз. Енді жаңағы дайындап қойған салмамызды үстінен құйып шығамыз. Кішкене тегістейміз, кішкене трамбовать етеміз осылай үстінен и тегістеп қоямыз. Қараңыздар, түсін қандай әдемі. Енді мен үстіне кішкене сухарики сеуіп жатырмын. Бұл міндетті түрде емес, бұны сеппесеңіздер де болады. Оның үстіне кішкене сары майды осылай үккіштен өткізіп қойып қойдым, тамағым дәмді болсын деп. Мінекей біздің жасаған пирогымыз дайын болып қалды. Енді бұны 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Мен кішкене көптеу ұстап қойдым. Негізі ішіндегі азықтардың бәрі дайын піскен түрінде болғандықтан
20-25 минут ұстасаңыздар да болады. Бірақ өте дәмді, керемет болып шықты. Енді пирогымызды кесіп, дастарханға қойып, шайымызды іше берсек болады. Мінекей осындай керемет бауырдың пирогын жасадық. Егер де сіздерге бүгінгі менің жасаған бауырдан пирогым ұнап жатса, сіздер де осылай жасап көріңіздер. Дәруменге өте бай, осындай тойымды, сіңімді тағам болып шықты. Әсіресе үйдегі балаларымызға өте қатты ұнады. Бір шайдан қалдырмай пирогымызды жеп қойды, өйткені өте дәмді болып шықты. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.